Сәлем достар, Audi 100 S4 автомобилінің вакуумдық жүйесі. Вакуум жүйесі кіргізу коллекторінен разрежениені, тормоз күшейткішін, бензин қысымы регуляторын, климат бақылауды басқаруға пайдаланады. Дросселден электронды басқару жүйесіне баратын трубка дроссель заслонкасын абсолюттық қысым датчигімен жалғайды. MAP сенсормен. Датчик электронды басқару жүйесіне ақпарат жеткізеді. Электронды басқару жүйесі ақпаратты моторға берілетін жүктемені есептеу үшін қолданады және керекті бензин ауа қоспасын реттейді. Трубканың бір шеті дроссель заслонкасы корпусына орналасқан штуцерге жалғанады. Екінші шеті электрондық басқару блогының корпусының ішінде орналасқан. Абсолютті қысым датчигіне барады. Бензин қысымы регуляторының вакуум трубкасы регуляторды кіргізу коллекторымен жалғайды. Ол бензин қысымын қозғалтқыш жүктемесіне сәйкес реттеу үшін қажет. Трубка зақымданғанда холостой ходпен моторды оталдыруда бензин шығынында мәселелер туындайды. Қозғалтқыштың холостой айналымында кіргізу коллекторінде үлкен разрежение пайда болады, вакуум. Бұл разрежение трубка арқылы бензин қысымы регуляторының мембранасына әсер етеді. Разрежение көп болған сайын соғұрлым рампадағы бензин қысымы аз болады. Айналыс көбейгенде разрежение азаяды, бензин қысымы өседі. Егер де шланг тесіліп қалса, шығып кетсе, немесе ауа жіберсе, қозғалтқыш артық ауа сорады. Жағар қоспасында ауаның көбеюіне алып келеді. Шлангты тексеріңіздер. Дұрыс диагностика жасау үшін бензин рампасындағы қысымды өлшеңіздер. Адсорбер бактан келген бензин буын жинақтайды және оларды электромагнитті клапан арқылы кіргізу коллекторына бағыттайды. Адсорбер автомобильдің алдыңғы бөлігінде оң жақ қанатының астында орналасқан. Адсорбер трубка арқылы дроссель және бензин багымен жалғанады. Қозғалтқышты оталдырғанда электронды басқару блогы импульстерді электромагнитті клапанға бағыттайды. Содан соң клапан адсорберді атмосферамен байланыстырады. Бензин булары ресиверге барады да жану камерасында жанады. Егер адсорбер клапаны жұмыс істемесе, бакта ауаның пысылдаған дыбысы шығады. Тормоз күшейткішінің вакуум трубкасы кіргізу коллекторын вакуум күшейткішімен жалғайды. Кіргізу коллекторындегі разрежениені пайдалана отырып, тормоз вакуум күшейткішінің жұмыс істеуінен қамтамасыз етеді. Ақау белгілері: пысылдап тұру, тормоз педалінің қатып қалуы, холостой айналыстың ауытқуы. Ақауы трубканы ауыстыру арқылы жөнделеді. Пештен вакуумды кері клапан арқылы шланг дроссельге келеді. Бұл шланг пештің заслонкаларының жұмыс істеу режимдерін басқару үшін және ауаны рециркуляция жасау үшін пайдаланылады. Ауа ағымдарын дұрыс тарқата отырып, вакуум пештің клапанын ашады және рециркуляцияны жабады. Егер клапан теріс тұрса, жүйе дұрыс жұмыс жасамайды. Вакуум схемасына сәйкес дұрыс жалғануын тексеру қажет. Клапанды дұрыс жалғамаса, керекті вакуумды келтірмейді. Буландырғышта тұрған клапан ауа жинайтын заслонканы және рециркуляция заслонкасын басқарады. Вакуум приводының көмегімен заслонкаларды басқарады. Клапан басқару блогымен басқарылады және рециркуляция режимін іске қосады. Пештің корпусында орналасқан екінші клапан ыстық антифриздің пеш радиаторына берілуін реттейді.
Қозғалтқыштың суық кезінде клапан антифриз ағымын тоқтатады. Пеш радиаторы арқылы антифриз айналым контурын толық жауып және ашады. Климат бақылаудың вакуум жүйесі арқылы басқарылады. Цилиндрлер басының блогынан келетін картер газдары клапан арқылы дроссель астыңғы аумағына келеді. Ары қарай кіргізу коллекторы арқылы қозғалтқыш цилиндрлеріне барады. Осы автомобильдегі вакуум жүйесінің негізгі бөліктеріне тоқталып өттік. Назарларыңызға рахмет.